жан анашым. Әр балаға қымбатсың сен, дарасың. Бір өзіңе арналады өлеңім. Өзің көріп, өзің бердің бағасын. Менің анам асыл. Ол вахтада дөңгелеткен кәсібін іскер адам. Отбасының жағдайы үшін күні түні жырақта жүріп еңбек еткен жан анам. Мен бүгін анашымды қуантамын. Жақсы оқып, 90-дықта үздік болдым. Анашым, саған жақсы хабарым бар. Кейін балам, уақытым жоқ, кетіп барам. Менің анам өмірдегі тілекшім. Бәрін болжап жоспарлаған мен үшін. Әкең менен үміт арттық, бір өзіне құқығың жоқ, қателесіп кетуге. Анашым, өз таңдауым жоқ па менде? Жоқ, тәжірибе бар ғой бізде өмірде. Ата-ананың абыройын еш түсірмей, бағыттаған біздің жолмен жүргін сенде. Менің анам, мейірімді қамқор тұлға, түн ұйқысын 4 бөлген әр бауырға. Үй тірлігі, ас әзірлеу, бала бағу, міндеттері берілген тұңғышына. Анамнан мен бүгін сұранайын деймін, сыныптас дос тойлайды деп туған күнін. Анашым, достарыммен жіберсеңіз. Жоқ, атай көрме, сабақ оқып, балаға қара, мен де шаршадым. Менің анамның ауыр күші, анамның махаббаты. Жылы кейін, қарның ашты ма, кім ренжітті? Деп әрқашан қарсы алады еркелетіп. Зыр жүгіріп, әкеп қояды асын тәтті. Анашым, білесің бе, дос жоқ менде, бірге ойнап шығатын серуенге. Ой құлыным, уайымдама, мен бармын ғой. Боламын досың, көңіліңді еш сүрме. Ал менің атымнан мақыр ажырасты. Тағдыр шығар, кім біледі оларды. Әкем мені еркелетпес баяғыдай, айналып долған пайданандағы. Анашым, маған қарашы, мен қасыңдамын ғой. Башара! Деп айғай салды ашулана. Амал жоқ, аулақ кетті бала байқұс. Жаны жасып, жүрегі тола жасқа. Міне көрдім түрлі аналарды өмірдегі. Әрине, күрбің тірлік қажытып еш бітпейді. Бірақ балаға да аналар уақыт арнайы. Өйткені балалық шақ өтіп кетер, ол күтпейді.